Анимеде кейіпкерлер көп болған сайын сол аниме толыққанды бола түседі, бірақ барлық кейіпкерлер мықты имба болуы шарт емес. Екінші, үшінші қатардағы сюжеттегі өз орындары бар кейіпкерлер де анимеде болғаны дұрыс, және сондай кейіпкерлердің бірі Хозуки Суигетсу. Және осы видеода мен сіздерге Хозуки Суигетсудің өмірін айтып, оны кейіпкер ретінде талдап, және егерде оның оқиға желісіндегі орны өссе, оны қалай күшейтуге болатынын да айтып өтемін. Сәлем достар, сіздермен аниме өмір, кеттік. Суигетсу басты сюжетке Наруто Шиппуденде қосылды. Ол Саскенің жаңа әріптесі ретінде Джуго және Каринмен бірге Какаши Сакура Нарутолардың орнын алмастырды. Егер сіздер Суигетсумен таныс болмай тұрып, оның өмірі жайлы ақпаратты оқысаңыздар, сіздер оны агрессияға толы қанішер кейіпкер ретінде қабылдар едіңіздер. Дегенмен анимеде Суигетсу көңілді, өзін ашық ұстайтын, шайқастарды ұнататын кейіпкер ретінде көрініс тапқан. Суигетсу жасырын тұман ауылында Хозуки әулетінде дүниеге келген. Оның Мангетсу есімді ағасы да болды. Басқа Нарутодағы кейіпкерлер сияқты Суигетсу да өз отбасын аса ойламайтын шиноби. Дегенмен Наруто анимесінде бұл жайт қалыпты десек те болады. Ал тұман тұрғындары ағасы екеуін тұман аждахасы Мамочи Забузаның қайта оралуы деп атаған. Себебі Мангетсу және Суигетсу тұмандық жеті қылыш шеберінің мәртебесіне жетуге тырысқан. Сол мақсатқа жету үшін олар көптеген қанды миссияларды сәтті аяқтады. Уақыт өте келе Мангетсу тұмандық қылыш шеберлерінің қатарына қосылып үлгереді. Бірақ сәл уақыт өткен соң ол о дүниеге аттанып кетеді. Осы оқиға Суигетсудың түпкі мақсатын өзгертіп, енді ол барлық жеті қылышты жинап, тұмандық жетілікті өзім қайта құрып, басқаратын боламын деп шешті. Артынан оны Арачимару ұстап алып, Якуши Кабуто екеуі Суигетсуды тәжірибе өткізетін қуыршаққа айналдырды. Арачимарудың тұтқынында болған Суигетсу әрине қылыштарды ойлайтын жағдайда болмады. Және бір уақытта Суигетсу Джугомен де шайқасып үлгерген. Анимеде Суигетсу 115-ші эпизодта көрсетілгенімен, флешбектерде Саске екеуінің ертерек танысқаны көрсетілді. Саске Суигетсуды ұстап тұратын үлкен құтыны алып келгенде, Суигетсу жағдайды пайдаланып қашып кетеді. Және Саске, Карин екеуі оны қайтаруға аттанады. Суигетсу ұзақ уақыт олардан қашқанымен, ақыр соңында Карин және Саске оны ұстап, қайтадан қамауға алды. Саске Арачимаруды жеңген соң ол Суигетсуды тауып алып, оны тұтқыннан босатты. Суигетсу болса Саскеге қосылуға асықпады. Себебі Суигетсудың сөздері бойынша Арачимаруды көп адам өлтіргісі келген. Бірақ Саске үнемі Арачимарудың жанында болған соң, басқаларға қарағанда Саскеге оны өлтіру оңайырақ болған. Алайда Хашигаки Кисамеден Самехаде қылышын тартып алғысы келген Суигетсу Саскенің жаңа құрылған тобына кіруге келісімін берді. Тұтқыннан босаған соң, Суигетсудың қалауы бойынша Саске екеуі толқындар еліне аттанып, сол елдегі жеке кәсіпкердің қолында тұрған Забузаның Кубикирибочо қылышын Суигетсу өзіне алды. Қызық, тұмандық шинобилер неге өз ауылдары үшін қасиетті болған қылышты іздемеді екен? Жарайды, видеомызды әрі қарай жалғастырайық. Суигетсу қылышты алған соң, Саске екеуі оңтүстікке бет бұрып, киелі Түркістанға барады. Бұл әзіл әрине. Шын мәнісінде олар Арачимарудың тағы көптеген базаларының бірінде қызмет жасап жүрген Каринді табуға аттанған еді. Саскенің бұйрығы бойынша Суигетсу сол базадағы барлық тұтқындарды босатады. Және Карин оларға қосылған соң олар солтүстікке бет бұрып, Джугоны өздеріне қосуға жолға шықты. Саскенің жаңа тобы Джугоны тапқан уақытта Суигетсу Джугомен шайқасқа түсіп, екеуі бір-бірін өлтіруге тырысады. Дегенмен дер кезінде араласып үлгерген Саске Джугоны жас қызды көндіргендей көндіріп, Джуго Саскенің тобына қосылды. Жаңа топ Хэйби деп аталып, ендігі оның мақсаты Учиха Итачиді табу еді. Итачиді іздеп жүрген уақытта топ оны бөлініп іздеген дұрыс деп шешеді. Және сол уақытта Суигетсу Какузудың бұрынғы танысымен кездесіп, одан күшпен ақпарат алуға тырысады. Бірақ Дейдараның жарылысын байқаған Суигетсу Саскемен бірдеңе болғанын бірден сезеді. Шайқас алаңына жеткен Суигетсу Саскенің Манданы құрбан еткенін көріп, оның қасиетті аңдарды олай қолдануға болмайтынын жеткізеді.
Хэби тобы Итачиді тапқан уақытта Кисаме Итачиге қарай тек Саскенің өзін жібереді. Сол себептен өз сәтін ұзақ күткен Суйгетсу онымен шайқасқа түседі, бірақ 2-3 күртісті кейіпкердің шайқасын Зетсу бұзып, ол Саскенің жеңіске жеткенін хабарлайды. Хэби тобы Саскеге қарай бет алып, Кисаме мен Суйгетсу шайқасы уақытынан ерте аяқталып кетті. Саске Итачи жайлы бар шындықты білген соң, Хэби тобы Така деп атын ауыстырады және Така Акацкимен бірлесе жұмыс жасауға көшеді. Акацки оларды 8 құйрықты Биджудың Джинчурикиі Кирабиді ұстауға жіберді және сол үшін Така жасырын бұлт ауылына аттанды. Кирабидің қайда екенін анықтаған олар оны шабуылдың астына алды. Суйгетсу ең бірінші болып сол шайқасты бастап берген еді. Сол шайқаста қылыш шебері болып табылатын Суйгетсу Киллербидің да нағыз қылыш шебері екенін бірден байқап қалды. Артынан Суйгетсу Саскеге ара-тұра көмек беріп отырды және Саске ауыр жараланған сәтте Суйгетсу толық формаға енген Киллербимен шайқасқа түсті. Суйгетсу жайлы авторлар берген ақпаратта Суйгетсу батыл шиноби деп жазылған және ол өз батылдығын Киллербиге қарсы шайқаста дәлелдеген деп айтылған. Дегенмен менің ойымша Наруто анимесіндегі барлық дерлік кейіпкерлерді батыл деп айтуға болады, себебі Наруто қорқып қашатын кейіпкерлер жайлы аниме емес. Дегенмен айналадағы суды тиімді пайдаланған Суйгетсу үлкен пиранияның ішіне еніп, Биджуға барынша қарсылық жасады. Менің өзіме бұл нинджутсу өте ұнады, себебі ол өте әдемі және әсерлі көрінеді және оны көптеген әлсіз шиноби отрядтарын құртуға пайдалануға болады. Десек те Суйгетсудың Биджуды тоқтатуға шамасы жетпей, Биджудаманың соққысын тікелей өзіне алған Суйгетсу ақ түсті желеге айналды. Өз әріптестерін құтқарып қалған Суйгетсу өзінің бұл ісіне өзі де таң қалған еді. Ұтымды сәтті пайдалана білген жаралы Саске ақыры Киллербиді қолға түсіреді. Бірақ қазір біз білеміз барлығы немен аяқталғанын және ес-түссіз жатқан Суйгетсуды Джуго көтеріп алып кетеді. Біраз уақыт өткен соң 5Каге жиналысында Така тобы Данзоға қарсы шайқасуы керек еді. Бірақ Зетсудың кесірінен Така тобына самурайлармен шайқасуға тура келді. Сол шайқаста Суйгетсу Саскенің 200-ділігін оның бетіне басты. Себебі Саске Суйгетсуға ұзақ уақыт бойы адамдарды өлтіруге тыйым салып, енді оларды еш себепсіз өзі өлтіре бастаған еді. Артынан олар 5Каге және олардың жеке күзетімен төбелеске түсті. Суйгетсу бұл шайқаста аса пайдалы бола қоймады. Ол тек Даруиді аз уақытқа бөгеп тұра алды. Өз жандарын құрбан ету дұрыс болмас деп тапқан Суйгетсу мен Джуго самурайлардың киім-кешегін тартып алып, солардың кейпіне енеді. Дегенмен олардың бұл жоспары іске аса қоймады. Біраз уақыт өткен соң Суйгетсу сюжетке тек 4-ші әлемдік шинобилер соғысында қайта оралды. Джуго мен Суйгетсу темір еліндегі темір тордан босап шығып, түрмеден қашып кетеді және екеуі Каринді іздеуге аттанады. Ал Суйгетсу Кариннің жынына тию, ол қылыш жинаудан кейінгі оның ең сүйікті ісі екенін жеткізеді. Меніңше біреудің жынына тигенді жақсы көру бұл Суйгетсу мінезінің аса түсініксіз бір түрлі бөлігі. Екеуі Каринді Арачимару базаларынан іздеуге кіріседі. Сол уақытта олар әлемде соғыс болып жатқанын да естиді және жол үстінде еш себепсіз ашуға мінген Джуго Суйгетсуды шабуылдап оның денесінің бір бөлігін және оның артында тұрған қабырғаны тас-талқан етеді. Солайша екеуі Арачимарудың жасырын базасына тап болып, Суйгетсудың сөздерінше соғыс барысын өзгертетін ақпаратты тауып алады. Артынан олар Саскені тауып, оған өздері тапқан ақпаратты ұсынады. Ал Саске Арачимаруды тірілтпек болған кезде Суйгетсу оған бар табиғатымен қарсы шығады. Арачимару қайта тірілген кезде Суйгетсу одан қорқатынын еш жасырмады. Ал Арачимаруды әлемде болып жатқан соғыс мүлде қызықтырмайтынын естігенде Суйгетсу тіпті таң қалды. Кейінірек олар Канохаға аттанып, сол жерде Узумаки әулетінің бет-перделері арқылы Арачимару 4 Хокагені қайта тірілтіп, өзінің қолдарын да қайтарып алды. Артынан Суйгетсу Саске мен Хокагелердің арасындағы әңгіменің тікелей куәсі болды. Саскенің Итачидің жолын таңдап, Мадараға қарсы шайқасқа аттанамын дегені Суйгетсу үшін жаңалық болды. Ол тым күшті шинобилердің қасында жүру тым қауіпті деп санап, тиімді сәтті пайдаланып қашпақ болған кезде Карин оған қашуға жол бермеді. Басқалармен бірге Суйгетсу ауыр жараланған 5 Кагені құтқаруға жолға шықты. Кагелерді тауып оларды емдеу барысында
Суйгетсу мен Карин әдеттегідей кішігірім ұрыс-керіске жол берді. Ұрыстың себебі Кацуи үлкен ұлу болғандықтан және сол ұлуды өлтіруге қанша тұз керек деген аса мағынасыз себеп еді. Дегенмен Кагелерді емдеп болған соң Хокагелер тобы мен Орочимару мен Саске бастаған топ басты шайқас майданына беттеді. Соғыс алаңында Суйгетсу Джубидің үлкендігінен қатты әсер алды. Алайда ол әдеттегідей бос отырмай бетперде киген адаммен шайқасып үлгерді. Саскенің қасына келген олар Кабутоның Саскені емдеп жатқанын көреді. Суйгетсу Кабуто Саскемен қосылғысы келеді деп шешеді, яғни оның денесін тартып алу жайлы айтады. Дегенмен Кабуто өзінің Изанами құрсауынан босап шыққан соң өзгергенін жеткізіп, ол Саскеге көмек бергісі келетінін айтады. Бірақ Кабуто соғысты бастаған тұлғалардың бірі болған соң Суйгетсу оған аса сене қоймады. Артынан Суйгетсу басқа шинобилермен бірге мәңгілік Цукиомидің құрбанына айналды. Кейінірек Наруто мен Саске басқаларды мәңгілік Цукиоми шырмауынан босатып алды, және солардың ішінде Суйгетсу да болды. Соғыс аяқталған соң Суйгетсу тұмандық қылыштарды іздеу тым қауіпті деп ойлаған соң ба, әйтеуір Орочимарудың қасында қалды. Қазіргі таңда оның өмірі Боруто анимесінде жалғасып жатыр. Суйгетсу ең алдымен өзінің дизайнымен ерекшеленетін кейіпкер. Оның дизайны қарапайым, бірақ есте қаларлық. Оның өз денесін сұйықтыққа айналдыру қабілеті басқа аниме фильмдерде өзгеше түрде көрініс тапқанымен, бұл жайт Суйгетсудің құндылығын еш кемітпейді. Оның 18 ақпанда дүниеге келіп, жұлдыз жорамал бойынша су құйғыш болуы оның су элементімен байланысын одан әрі айқындай түседі. Қазақ тілінде де оның есімі оны су элементімен байланыстырады. Су Суйгетсу. Бұл әзіл шыны аралас сондай ақпарат сіздерге. Және тағы да қосарым, Суйгетсу адамдарды не басқа дүниелерді қылышпен шауып тастағанды ұнатады. Кисаме оның адамдардың басын шауып алмас бұрын олардың басқа дене бөліктерін шабатынын айтқан еді. Бірақ ұзақ уақыт бойы Орочимарудың тұтқынында болу мен Саскенің Суйгетсуға адамдарды себепсіз өлтіруге жол бермеуі арқылы біз анимеде Суйгетсуның қатыгездігін аса көре алмадық. Менің ойымша Суйгетсу картонды кейіпкерге емес, әзіл қалжыңды ұнататын, жануарлар мен қылыштарды ұнататын, өз эмоцияларын дұрыс көрсете білетін және кейбір біртүрлі қасиеттерге ие толыққанды кейіпкерге көбірек ұқсайды. Суйгетсу орташа деңгейде көрсетілді, бірақ менің ойымша оны сәл көбірек көрсетіп, оның шайқастарын ұзағырақ қылу керек еді. Және Суйгетсу өз мақсатын орындай алмағанын да сөз етуіміз керек. Менің ойымша ол Тұман ауылына қайта оралып, Мизукагеге өз мақсатын жеткізгенде, Мизукаге Мейтеруми Суйгетсу сынды әлсіз емес шинобиді өз қатарына қосып, оны тұмандық жетіліктің басшылығына қояр еді. Ал енді видеоның ең қызықты бөлігі Суйгетсудің күші жайлы сөз етсем. Хазуки әулетінің мүшесі ретінде Суйгетсу сол әулеттің жасырын нинджутсусын, яғни өз денесін кез келген уақытта сұйықтыққа айналдыруды толық игерген. Бұл қабілет оған физикалық соққылардан қашуға, басқа су элементіне негізделген нинджутсуларды қолмен мөр жасамай-ақ тиімді пайдалануға мүмкіндік береді, және осы қабілет арқылы ол денесін және күшін өсіре алады. Табиғатынан әжептәуір жылдам Суйгетсу Киллер Бидің жылдамдығына жауап қайтаруға үлгеріп жатты. Одан бөлек Суйгетсу айналадағы суды қолданып үлкен көлемді нинджутсулар жасай алады. Анимеде ол судың көмегімен өз-өзін жасырын күйде ұстай алатынын да көрсеткен. Тағы да ол өз денесінің бір бөлігін бөліп алып, оны қарсыластың басына қою арқылы адамдарды сумен тұншықтыра алғанын да көрдік. Хозуки әулетінің атақты су пистолетін де ұмытпағанымыз жөн. Суйгетсу су пистолеті нинджутсусын екі қолмен бір уақытта қолдана алады. Одан бөлек ол судан кондарды жасай алады. Меніңше Суйгетсуды 7 тұмандық қылыш арқылы күшейтуге болады. Ол қылыштарды кондар арқылы бір мезгілде қолданса болар еді. Немесе оның шақырту jutsuы арқылы қолданатын данышпан акуласы, балығы, не пираньясы оны едәуір түрде күшейте алатын еді. Немесе Орочимарудың тәжірибелерінің арқасында ол әлсіз және орташа найзағай элементінің нинджутсуларына төтеп бере алады деген ақпарат оны күшейтер еді. Мысалы, ол бір Райкиридің күшіне шыдай алады, бірақ Кириннің күшінің жартысына да төтеп бере алмайды деген сияқты. Ал сюжет арқылы күшейтуге келсек, менің жеке ойымша Суйгетсусыз-ақ Наруто әлемінде оқиға желісін қызықтырақ қыла алатын
кейіпкерлер жеткілікті сияқты. Осы видеода мен сіздерге суйгетсу жайлы бар ақпаратпен бөлістім. Ал сіздер не ойлайсыздар? Сіздер суйгетсуды қалай күшейтер едіңіздер? Астына жаза кетіңіздер. Және кинкаку мен гинкаку жайлы көбірек білгілеріңіз келсе, онда мына видеоны көріңіздер. Сау болыңыздар.